Бұл видеода мен қазір жалпы жеке микробиологияда именно не нәрсеге қатты көңіл бөлу керек, одан кейін жалпы мынау сабақтарда не нәрсе болатынын қазір давайте айтып кететін боламын. Жалпы мынау біз қазір именно жеке микробиологияны бастап жатырмыз. Онда бұл жақта бізде болады бактериялардың өте көптеген түрлері, одан кейін вирустардың өте көптеген түрлері. Осылардың біз жаңағы морфологиясын білуіміз керек, одан кейін биологиялық қасиетін білуіміз керек, бұлардың жаңағы патогендік факторлар мен патогенезін білуіміз керек, яғни қалай зақымдайтынын. Одан кейін жалпы мынау микробиологияда бізде нелер бар? Жаңағы әртүрлі нандай нелер болады. Былай айтсам, әртүрлі петри табақшалар болады, әртүрлі жаңағы тесттер болады, анализдер болады. Осының ішіне қарап, жаңа фотоларға қарап біз тоже осыны талдайтын боламыз. Ең бірінші мысал ретінде мына жақта бізде менингококк тұр. Осы менингококктың біз морфологиясын білуіміз керек. Ол не үшін керек? Мысал ретінде бізде көптеген аурулар, олар бірдей симптоммен өтуі мүмкін, бірақтан жаңағы қоздырғышы, яғни допустим бактериясы немесе вирусы, ол әртүрлі болуы мүмкін. Мысал ретінде ең оңай пример, кішкентай баланың іші ауырып жатыр және оның іші өтіп жатыр. Онда біз оған өте көптеген күдікті заттар. Ол мысал ретінде жаңағы дизентерия болуы мүмкін, ол немесе жаңағы E. coli болуы мүмкін, ол немесе жаңағы шигела болуы мүмкін, және де солай кете береді. Осы үшін біз бірақтан бұлардың морфологиялары бір-бірінен ажыратылынады. Осы морфологиясына қарап, біз мынау деген сияқты нақты айта алатын боламыз. Ол мысал ретінде мына менингококкта олар ұсақ диплококктар түрінде болады. Және де олар кофе дәні тәрізді болады. Яғни жаңағы науқаста іш бас ауырып жатыр, онымен температурасы артып жатыр. Біз жаңағы анализді жасадық, микроскоптан қарадық, грамм бойынша боядық, и көріп тұрғанда грамм теріс боялған жаңағы диплококктарды көріп тұрмыз. Онан кейін сразу диагнозға сол менингококк деп қоя алатын боламыз. Ал егер де біз жаңағы симптомға байланысты қоятын болсақ, онда ол жаңағы коронавирус па немесе менингококк па деп біз қиналып отыратын едік. Сол үшін морфологияны біз жақсы білуіміз керек. Одан кейін екіншісі, бұл жақта олардың биологиялық қасиеттері, яғни олар қандай ортада өсе алады, яғни нағыз аэробты ма, немесе жұғу жолдары қалай деген сияқты, солар туралы айтатын боламыз. Одан кейін мына жақта бізде патогенді факторлар деген бар. Патогендік фактор дегеніміз не? Бұл жаңағы өзінің патогенезінде қалай ағзаны зақымдайды. Былай айтқанда, допустим, каталаза деген пистолеті бар. Пистолетпен жаңағы каталазамен хоп атат, и жаңағы көптеген иммундық жоқшыларды өлтіре алады. Осылай шақты осындай патогендік факторлары бар, и мына жақта бізде оның патогенезі берілген. Яғни осы заттар арқылы ол ағзаны зақымдайды. Сол үшін патогендік фактор дегеніміз, былай айтқанда, вирустың немесе бактерияның оружиялары. Мына патогенезі. Одан кейін бұлардың диагностикасы бар. Мына жақта бізде осындай сызбалар бар. Одан кейін тағы да не айтсам болады. Еще біз жаңағы бұлардың несін қарастыратын боламыз. Мысал ретінде бізде стафилококк деген бактерия бар, оның көптеген түрлері бар. Мысал там ең маңыздысы ол әрине ауреус. Осы ауреус ол жақта бізде гиалуронидаза ферменті 10 болады, одан кейін плазмакоагулязалық тестте 10 болады, себебі бұда осындай ферменттер бар. Және де осылай біздегі мынау неде көріп тұрғандай гиалуронидаза мына бізде тұнба тұр, ал плазмакоагулязада бізде мына жақта фибриндер түзіледі, яғни бұл E. coli деген сөз. Не үшін бұндай тесттер маңызды? Мысал ретінде стафилококк бар. Бұл жаңағы бояп қарадық, морфологиясын көрдік, бірақтан енді стафилококктың оның да түрлері бар. Осы нағыз штамын немесе оның түрін анықтау үшін біз осындай әртүрлі тесттерді жүргізетін боламыз. Мысалы, мынау тестте бізде именно стафилококктың ауреус түрі болып тұр. Жалпы осыны принциппен қазір оқитын боламыз. Қазір ең басында жалпы коктар туралы талдайтын боламыз. Коктардың біз жалпы бактериялардың пішініне қарап біз коктар деп ажыратқан болатынбыз. Егер де бактерияның пішіні шар тәрізді болатын болса, біз оларды коктар деп айтатынбыз. Осы коктардың маңызды екі классификациясы бар. Ол біріншісі граммон, екіншісі грамм теріс. Граммон бактериялар, олар бізде жаңағы бүгінгі сабақта өтетін стафилококк пен стрептококк, ал грамм терістер ол гонококк пенен менингококк. Қазір енді әрқайсысын жеке-жеке талдап кетейік.
мынау суретте көріп тұрғандай қазір біз стафилококкты талдайтын боламыз. Ең бірінші стафилококк деген ол қалыпты жағдайда олар мұрын қуысында болуы мүмкін, бірақтан бұлардың саны аз, одан кейін иммунитетіміз жақсы болғаннан кейін бұлар патогенді қасиет көрсетпейді. Егер де бұлардың саны артатын болса, немесе иммунитет төмендейтін болса, онда стафилококктар патогенді әсер етуі мүмкін. Бұл стафилококктарды сабақта өтпей тұрып, сіздер бұның алдында эксперимент жасауларыңыз мүмкін. Яғни практикалық жұмыс, сол практикалық жұмыста сіздер мынау мұрыннан жағынды алып, соны петри табақшасына септіңіздер. Одан кейін 24 сағаттан кейін оны қараған кезде, сол кезде бұның мақсаты осы стафилококкқа адам тасымалдаушы ма, немесе тасымалдаушы емес па, соны анықтау еді. Енді ең бірінші бұның морфологиясына тоқталып кетейік. Бірінші бұлар бізде шар пішінді. Өзі айтып тұрғандай кок, яғни стафилококк, кок деген ол шар деген мағынаны береді. Бұлар микроскопта қойған кезде мынау жүзім шоғы ретінде көрінеді. Мына көптеген жүзім шоғылар ретінде көрінеді. Одан кейін екіншісі бұлар 10, то есть грамм 10 боялады. Грамм бойынша 10 боялады. Бұның себебі бұлардың пепсидогликан қабаты жасуша қабырғасына 40 пенен 90% алып жатыр. Осыған байланысты оларда тихой қышқылдары Гянсен виолетпен бояған кезде, яғни грамм бойынша. Сол кезде Гянсен виолетті өзіне тихой қышқылмен берік байланысып алып, осы күлгін түсті сақтап қалады. И әрі қарай оны спиртпен оны түсіздендіру кезінде бұлар түсізденбейді, себебі тихой қышқылмен берік байланысып тұр. Енді әрі қарай бұлардың морфологиясына тағы да тоқталатын болсақ, бұларда ешқандай талшықтар, пилилер болмайды. Пили талшықтар болмайды, яғни бұлар қозғала алмайды. Одан кейін бұлар микрокапсула түзе алады. Микрокапсуласы болады мына. Микрокапсуласы болады. Енді бұлардың биологиялық қасиеттеріне келетін болсақ, бұлар ең бірінші бұлар факультативті анаэроб. Факультативті анаэроб деген ол яғни оттегімен де тыныс алады, потом оттегі жоқ жерде де тіршілік ете алады деген сөз. Одан кейін бұлардың ферменттік қасиеттеріне келетін болсақ, бұларда листиназа болады, именно ауреус түрінде. Одан кейін коагулаза болады, ол да именно ауреус түрінде. Одан кейін барлық стафилококктарға тән каталаза ферменті болады. Бұл каталаза ферменті маңыздылығы, бұлар судың асқын тотығынан қорған алады. Яғни мынау H2O2 ғой, судың асқын тотығы. Осыны су менен оттекке ыдыратып жібереді да, и осылайша өзінің тіршілігін сақтап қалады. Енді бұлардың тағы да маңызды нәрсе, бұлардың антигендік қасиетіне келетін болсақ, бұлар именно түрлеріне байланысты болады. Яғни ауреус түрінде репитол тихой қышқылы болады, сапрофитикус түрінде репитил тихой да, глицерол да болады, ал эпидермис түрінде тек қана глицерол тихой қышқылдары антигендік қасиетті көрсететін болады. Одан кейін бұлардың барлығында А протеин деген болады, жасуша қабырғаларында А протеин. Осы А протеин иммуноглобулинмен қосылып, бұлар спецификалық антигендік қасиетті көрсете алады. Енді бұлардың патогендік қасиеттерін, патогендік факторларын айтатын болсақ, бұлар бізде 5. Мынақты TSST1 бұл патогендік факторы неге алып келеді? Шок алып келеді. Потом екіншісі гемолизин. Бұл өз айтырғанда гемолиз алып келеді. Гемолиз. Яғни эритроциттерді жояды. Өлтіреді бұл айтқанда. Потом лейкоцидин. Осы лейкоцидин арқылы бұлар лейкоциттерді жояды. Одан кейін төртіншісі энтеротоксин. Бұл яғни асқұрту жолдарына түсіп,
улану сондай әртүрлі патогенді әсер етеді. Энтеротоксин. Потом бешіншісі эксфолиатин деп аталады. Эксфолиатин арқылы бұлар әртүрлі визикулалар түседі. Бұл визикулалар клиникалық көрінісінде клиникалық көрінісінде андай әртүрлі қызыл аймақтар пайда болады теріде. Соны ыстаған кезде ауырсыну сезімі пайда болады. Мен мына жақта патогендік факторлардың қысқа нұсқада түсіндіріп кеттім. Енді патогенезін жазып отыру арқылы сіздерге қазір барлығын толықтай түсіндіріп беремін. Жаңа айтып кеткендей, бұлар қалыпты жағдайда мұрында болуы мүмкін. Яғни бұлар қалыпты микрофлора құрамына кіруі мүмкін. Сол кезде адамда иммунитет түсті деп айтайық. Иммунитет түсті. И бұлар теріні зақымдады деп алайық. Ену қақпасы бұларда мұрын қуысы болуы мүмкін, тері болуы мүмкін, немесе парентералды түрде қанға енуі мүмкін. Біз именно теріні қарастырайық. Сол кезде иммунитет түскен кезде бұлардың ең бірінші көрінісі стафилококктардың ауырған кезде бұл жақта теріде безеулер пайда болады. Безеу. Бұл безеулер бір-бірімен қосылу арқылы бұл әрі қарай фурункулға дамиды. Фурункул. Яғни бұл жақта ірінің жиналуы. Ірін қалай жиналып жатыр? Жаңа біз айттық, бұларда лейкоцидин деген болады. Лейкоцидин. Осы лейкоцидин арқылы бұлар лейкоциттерді өлтіреді, ал егерде лейкоциттер өлетін болса, олар ең сонда ірінге айналады. Осы арқылы бұлар іріндер дамып жатыр. Потом фурункулдан ары қарай фурункулдар бір-бірімен қосылып карбункулға өсуі мүмкін. Карбункул. Одан кейін карбункулдан ауыр түрі абсцесс қалып келуі мүмкін. Абсцесс. Біз жаңа именно теріні мысал ретінде алдық, яғни тері асты абсцесі дамиды. Бұл абсцесс ары қарай әртүрлі органдарға тарауы мүмкін, немесе сол органдарды стафилококк зақымдауы мүмкін. Яғни мысал ретінде мидың абсцессіне алып келуі мүмкін. Немесе тері астынан бұлшықеттерге өтіп, бұл жақта пиомиозитке алып келуі мүмкін. Пиомиозит. Одан кейін бұлар буындарға барып, артритке алып келуі мүмкін. Буын абсцесі дамыса, артрит дамиды. Артрит. Потом осындай әртүрлі мүшелерге баруы мүмкін. Енді бұлар тек қана бір ғана ағзада емес, бұлардың саны артқан сайын бұлар қанға түсуі мүмкін. Мына стафилококк. Бұлар жаңа эпителийде орналастыр дейік. Бұлар енді көбею үшін жаңағы патогендік факторын жататын гемолизинді қолданады. Гемолизин. Яғни гемоглобин, то есть эритроциттерді өлтіру арқылы бұлар гемолизин факторын қолданады. Сол кезде бұлар өзіне керекті феррум ионын алып алады. Осы феррум ионы арқылы бұлар көбей алады. Көбею. Бұлар көбейгеннен кейін ары қарай қанға өтті деп қарастырайық. Қан. Бактерияның қанда болуы бактеремия дамиды. Бактеремия. Одан кейін енді тағы да бір патогендік факторы бар. Бұл TSST1. Жаңағы ең бірінші айтып кеткен фактор, бұл қандай фактор? TSST1 бұлар президенттеуші жасушаға байланысып алады да, осы патогенді факторлары, токсиндері. Потом бұлар цитокиннің өндірілуін арттырады. Цитокин. Цитокиндер артқан сайын біздегі қан тамырлары кеңейеді. Қан тамыр. Бұлай кеңею деп осылай көрсетіп қояйын. Бұлар қан тамыр бізде кеңейіп кетсе, онда адам шокқа түсетін болады. Шок. Яғни шок дамиды.
Потом бұлар қан арқылы әртүрлі ағзаларға дамып, сол ағзалардың қабынуына алып келуі мүмкін. Мысал ретінде миға кетсе, менингит дамиды, менингит. Одан кейін өкпеге кетсе, пневмония дамуы мүмкін. Ары қарай осы әртүрлі ағзаларды олар зақымдай алады. Яғни стафилококк осындай өте патогенді болып табылады. Так, мына жақта 3 патогенді факторын толықтай түсіндірдім. Потом одан кейін энтеротоксин. Энтеротоксин олар жаңағы асқорыту ішек жолдарына түсіп, то есть асқазан ішек жолдарына түсіп, олар яғни температураға төзімді болады, одан кейін қышқылдарға төзімді болады. Сол арқылы олар ол жақта токсин арқылы әсер ету арқылы құсу, яғни улануға алып келеді. Ал сол энтеротоксин қанға түсетін болса, ол да осы шоктың дамуына алып келеді. Потом эксфолиатин, бұлар мынау теріні зақымдау арқылы олар әртүрлі сұйықтыққа толы визикулалар түседі. Осы визикулаларды былай теріні қызартып жүреді, одан кейін былай ұстағанда олар ауырсыну сезіміне алып келеді. Жалпы патогенезі осы. Так, енді біз оның морфологиясын айттық, антигенді қасиетін айттық. Енді бұлардың диагностикасына келейік. Ең бірінші материал ретінде іріңді аламыз. Себебі біз жаңа айттық, лейкоцизин арқылы, бұлар лейкоциттерді өлтіру арқылы, бұяқта стафилококктың патогенезі іріңнің түзілуімен жүреді. Вот, іріңді алдық дейді, мысал тері асты майынан, я. И бұл іріңді алғаннан кейін, бұны ең бірінші грамм бойынша боямыз. Грамм. Сол кезде біз нені көреміз? Жаңа біз морфологиясында айтып кеттік, біз грамм 10 боялған жүзім шоғырлары секілді колонияларды көреміз. Яғни жүзім шоғырларын көреміз. Одан кейін біздегі ең бірінші ойымыз бұл стафилококк деп ойлаймыз. Потом именно стафилококктарға элективті орта болып табылатын сарыуызды, тұзды, агарлы ортаға себеміз, немесе қанды агарға сепсек болады. Себебі бұл екі ортада да олар жақсы өседі. Сарыуызды, тұзды, агарда бұлар қандай нені береді? Яғни бұлар сары түсті колониялар береді. Немесе кейбірлері андай алтын түсті стафилококк деп айтады. Ал қанды агарда бұлар бізге бета-гемолизді береді. Бета-гемолиз. Одан кейін біз бұларды байыту немесе санын арттыру мақсатында қиғаш агарға саламыз. Екеуіне бір стрелка қоя салайын былай. Қиғаш. Қиғаш агардың мақсаты оларды байыту. Яғни олардың сандарын арттырамыз. Одан кейін осы жақта олардың колониялары өте көп болады, я. Сол колонияны біз диагностикалау мақсатында нақты диагноз қою үшін тағы да грамм бойынша боясақ болады. Мысал ретінде, я. Грамм бойынша бояу. Грамм. Немесе бұларға бізге антибиотика төзімділікті зерттесек болады. Немесе және де биохимиялық қасиеттерін зерттеу арқылы бұның түрін анықтай аламыз. Яғни биохимиялық қасиетіне бұны жаңағы лецитиназа, одан кейін каталаза, коагулаза деген сияқты ферменттерді активті, соларға қасиеті бар ма, жоқ па, соны зерттеу арқылы біле аламыз. Енді тақырыпты қысқашалап айтып кетейін, барлығын еске түсірейік. Мына стафилококк, ең бірінші олардың морфология қасиеті, бұлар шар пішінді, одан кейін олар граммон боялған. Бұлардағы каталаза позитивті, потом коагулаза позитивті, именно ауреустар және де ауреустар лецитиназа деген ферменттері болады. Бұлардың патогендік факторлары мынау бесеуі: гемолизин, лейкоцитин, энтеротоксин, эксфолиатин деген сияқты. Бұлардың патогенезі ең бірінші жаңағы безе, фурункул, карбункул, потом ол абсцесске дамып, мынау буындарда артритке, мидың абсцессіне, бұлшық еттерде пиомиозитке алып келуі мүмкін. Ал егерде қанға түсетін болса, ол бүкіл ағзаларға қан арқылы тарайды. Өкпеде пневмония, мида менингит, сондай ауыр
ауруларға алып келуі мүмкін. И диагностикасы осы. Және де диагностикасына тағы да бір ПЦР-ді алсақ болады. Яғни бұл жедел диагностикалау үшін. Түрі қазір сол туралы айтатын боламыз. Ал енді қазір мынау стрептококтардың жалпы морфологиясы бойынша бұларға тоқталып кетейік, бұны сипаттап кетейік. Бұлар ең бірінші стрептококтар деп айтып тұрғандай, бұлардың пішіні шар пішінді. Мына көріп тұрғандай, мына стрептокок, яғни шар деген шар пішінді. Және де бұлар ұсақ болып келеді. Ұсақ. Одан кейін бұлар көбінесе диплококтар түрінде болады. Яғни мынандай. Бір шар, мына екі шар. Осындай түрде болады. Диплокок. Диплокок. Одан кейін микроскопта бұлар мынандай тізбектесіп, жұптасып, осындай тізбектер құрайды. Мына тізбектер. Егер де стафилококтар олар жүзім шоғы ретінде орналасса, бұлар бізде тізбектесіп орналасады. Тізбектесіп. Тізбектер құрайды. Одан кейін көріп тұрғандай, бұлар күлгін түске боялған. Яғни грамм 10. Грамм 10 деген, бұны сұрау мүмкін, не үшін грамм 10 деп. Себебі бұлардың пептидогликан қабаты 40 пенен 90% алып жатыр жасуша қабырғасынан. Одан кейін бұлар Янсен виолетті өзіне жақсы пісіндіріп алып, тихоекшылармен берік байланыс түзіп алады. Одан кейін бұларда ешқандай қозғалмалы болып келмейді, ешқандай бұлардың талшықтары жоқ. Талшық жоқ. Одан кейін бұлар гиалурон қышқылынан тұратын капсула түзе алады. Капсуласы бар. Және де бұл қазір патогенезінде өте маңызды рөл атқарады. Енді бұның биологиялық қасиеттерін айтатын болайық. Биологиялық қасиеттері былай атасайын. Бұның биологиялық қасиеті біріншісі факультативті анаэроб. Яғни оттек бар жерде де, және де оттек жоқ жерде де тіршілік ете алады. Одан кейін бұларда каталаза позитивті емес. Яғни каталаза ферменті болмайды. Егер де стафилококктарда каталаза ферменті болса, бұларда жоқ екен. Бұлардың биохимиялық қасиеті, бұлар глюкозаны қышқылға дейін ыдыратады. Одан кейін бұлардың қоректік ортада өсуіне келетін болсақ, бұлар қандагарда өседі. Қандагар. Қандагарда бұл жақта альфа гемолиздер болады, одан кейін бета гемолиз болады, егер де өсетін болса. Альфа гемолиз бұл жаңағы пневмококтарға тән болады, яғни пневмония түріне. Пневмокок. Ал бета гемолиз ол пиогенез түріне. Осылайша бұларды бір-бірінен ажырата аламыз. Бұл және де тек қана бұл ғана сипатымен емес, және де біз аптахинге бұл төзімсіз болып келеді пневмококтар, яғни аптахинмен қосылған қоректі ортада олар жойылып кетеді. Ал пиогенез бұлар аптахинге төзімді, маған төзімді болып келеді. Енді ең маңызды бұлардың патогенезіне тоқталайық. Бұлар пневмококтар, яғни стрептококтар, бұлар стафилококтар сияқты қалыпты жасуша, то есть қалыпты микрофлора құрамында болуы мүмкін. Яғни адам ол ауырмайды стрептококпен, бірақтан оны тасымалдаушы ретінде болуы мүмкін. Бірақтан бұлар всегда патогенді емес болып тұра бермейді. Яғни егерде иммунитет түсетін болса, немесе бұлар пневмококтардың саны артатын болса, онда олар патогенді болып табылады. Мына жақта қызық ретінде былай жазайын. Мысал ретінде сессия басталды дейік. Сессия басталды. Одан кейін студентте мысал стресстік. Стресс. Ал стресстен иммунитет түсетін болады. Егер стресс артқан сайын иммунитет түсетін болады. Иммунитет. Ал иммунитет түскен кезде онда стрептококтарға көбеюге қолайлы жағдай туындайды. Стрептококтардың саны артады. Одан кейін
бұлар ең бірінші мұрын қуысында қалыпты жағдайда болуы мүмкін деп айттық. Ең бірінші бұлардың ену қақпасы ретінде мұрын қуысы болып табылады. Мына мұрын қуысы, иә. Мұрын қуысында бұлар жаңағы капсула арқылы бекінеді, яғни капсуланың құрамында пилей мен фимбриялар болады. Бекіну дейік. Одан кейін бұлар бекінен кейін эпителий де көбейеді. Так, яна, окей, эпителий де, то есть көбейеді емес, зақымдайды деген. Мұрын қуысын зақымдайтын болса, онда риносинуситқа алып келеді. Синусит. Бұл кезде, бұл яғни қабынумен сипатталады. Егер де қабыну болатын болса, онда әрине бізде интерлейкиндер синтезделетін болады. Интерлейкин 1. Бұл интерлейкин барып температураны жоғарлатады. Одан кейін бас ауруға алып келеді. Бас ауру. Яғни ауырсыну сезімдеріне алып келетін болады. Одан кейін егер де бұл әрі қарай созылмалы түрге айналатын болса, бұл жаңағы құлаққа өтіп, яғни эвстахи түтігімен эвстахидан құлаққа өтіп, атитті шақыру мүмкін. Атит. Одан кейін мынау риносинусит, кейін атит, жаңағы еміздікші сүйектерге өту, және де торлы сүйектерден ары қарай өтіп кетіп, миға өтеді. Потом мида бұлар менингитке алып келуі мүмкін. Яғни ми қабаттарының қабынуына. Менингит. Бұл ең сонда өліммен аяқталуы мүмкін. Себебі бұл өте ауыр түр. Ауыр аурудың түрі болып саналады. Так, міне одан кейін біздегі мына стрептококтар қанға түсуі мүмкін. Қан. Бұлардың саны артқан сайын қанға түсті дейік. Қанға түскеннен кейін бұлар сепсиске алып келеді. Сепсис деген не? Сепсис деген ол бактериялардың немесе вирустардың қанға түсіп, ол жақтағы цитокиндердің синтезделуіне алып келеді. Ал егер цитокиндердің саны артқан сайын, онда қан тамырлары олар кеңейетін болады. Потом ол қан тамырлар кеңейгеннен кейін ол жақтағы тіндердің қанмен қамтамасыз етілуі төмендейді, яғни гипоперфузия алып келеді. Яғни сепсис ол бүкіл ағзалардың зақымдалуына алып келеді. Бүкіл ағзаның зақымдалуы. Ағза зақымдалуы. Себебі бұлар қанмен дұрыс қамтамасыз етіліп жатқан жоқ. Потом бұлар өкпеге түсуі мүмкін. Потом осы пневмококтар пневмонияға алып келуі мүмкін. Пневмония. Бұл жақта жаңағы патогенді факторлардың біріншісін айтып кетейін. Бұл пневмолизин. Пневмолизин. Бұл жаңағы қабынуға алып келеді. Ал осы қабыну пневмониямен аяқталады. Пневмолизин. Одан кейін мынау қанның құрамында бұл жақта О және де С түрлі стрептолизиндер болады. Стрептолизин. Бұлар барлық жасушалардың бұзылуына алып келеді. Соның ішіндегі көбінесе гемолизға алып келеді. Гемолиз. Яғни қан жасушаларының ыдырауы. Гемолиз. Мына екі патогенді факторын айттық. Енді мынау иммунитет мысал ретінде стрептококтардың санын артуынан алып келуі мүмкін. Яғни бұлардың саны артқан сайын иммунитет түседі. Бұның несі? Бұл мысал ретінде СА пептидазаның арқасында. Пептидаза. Яғни бұл да патогенді факторлардың бірі. Одан кейін тағы да иммуноглобулин А дегеннің протеазасы болады. Протеазасы. Яғни бұл иммуноглобулин А өте маңызды антидене болып табылады. Себебі бұлар барлық бактерияларға бұл белгі қойып қояды.
яғни мысал ретінде белгі қояды. И осы белгіні көрген мысалы фагоцит, ол осыны микробтың өлуіне ұшыратады. Микроб өлуі. Ал егерде мынау иммуноглобулиндердің барлығын протеозап оны жоятын болса, онда ешқандай да белгі болмайды. Потом фагоцит бұл белгісіз микробтың өлуіне де әкеле алмайтын болады. Осылайша иммунитет оны танымай қалады. Осылайша иммунитет төмендейтін болады. Тағы да ДНК-аза, одан кейін галеруназа деген нелері өте көп патогенді факторлары. Бұны барлығын конспектіде қалар кетем. Мен қазір ең негізгілерін айтып кеттім. Бұның енді қалғанын неден оқып аласыздар конспектіден. Енді бұлардың диагностикасына келетін болайық. Мысал ретінде жаңағы пневмония болды деп айтайық. Потом бұның қақырығын алайық материал ретінде. Зерттеу материал ретінде қақырық. Бұл қақырықты алып, науқаста пневмония болып жатыр. Одан кейін бұны грамм бойынша бояймыз. Грамм бойынша бояудың бізде екі маңыздылығы бар. Ол біріншісі морфологиясын зерттеу, яғни морфологиясы бойынша диагностика қою, ал екіншісі сол морфологиясын зерттеу арқылы ең қолайлы, яғни келетін қоректік ортаны таңдау. Қолайлы емес, именно келесісінде диагностикалық нақты диагноз қою үшін бір ортаны таңдау үшін осы грамм бойынша бояймыз. Грамм бойынша бізде бояуда не нәрсе көрінеді. Әрине, ол грамм 10 боялған андай диплококтар түрінде тізбектесіп орналасқан стрептококтар көрінеді. Осы кезде бізде осы подозрение болады стрептококтарға. Подозрение болғаннан кейін стрептококтардың ең қолайлы өсетін ортасы ол қанды агар. Қанды агар. Осы қанды агарға саламыз. Сол кезде егерде жаңа айтып альфа гемолизға ұшырайтын болса, онда пиогенез болуы мүмкін, пиогенез. Ал жасыл колониялар болып қалатын, ол пневмония түрде болуы мүмкін. Пневмония. Және де бұл бета-гемолизға ұшырайтын тағы да вириденс түрі бар, вириденс. Бірақтан бұл бір-бірлерін ажыратусын, жаңа бұның алдында айтып кеттім, аптахин тестін жүргізетін боламыз. Аптахин. Сол кезде мынау пневмониялар аптахинде жойылып кетеді. Себебі бұлар аптахинге төзімділігі жоқ, ал вириденсқа төзімділігі бар. Яғни бұлар тірі қалып кетеді. Қанды агарға салдық, потом бізде мына бета-гемолизді байқадық. Осы бета-гемолизді әрі қарай зерттеу үшін біз бұның байыту мақсатында қиғаш агарға саламыз. Қиғаш агар. Осы қиғаш агарға салғаннан кейін бұның саны артады. Және де енді қиғаш агардан кейін біздің ақта көптеген бізде возможностьтар пайда болады. Себебі бізде өте көптеген колониялар бар, стрептококтарға тән. Бұны тағы да грамм бойынша бояймыз. Бұның мақсаты біз нақты диагноз қоямыз. Себебі жаңа грамм бойынша бояған кезде бұл жақта не только мынандай стрептококтар болады, және де басқа да бактериялар түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін тек қана грамм бойынша бояған кезде тек қана стрептококтар мынандай тізбектесіп орналасқан болса, онда осылайша нақты диагноз қоюға мүмкіндік береді. Одан кейін антибиотикке төзімділікті тексереміз. Себебі бүкіл бактерияларды емдеу кезінде бұл антибиотиктік терапияны қолданатын боламыз. Одан кейін біз биохимиялық әртүрлі тесттерді жүргізсек болады. Мысал ретінде жаңағы глюкозаны береміз. Сол кезде бұлар сүт қышқылына дейін ыдырап жатса, онда тағы да осы стрептококтарға нақты диагноз беруге, диагноз қоюға возможность береді. Мынау антибиотик туралы жаңа айтып кеттік. Енді бұлардың емдеу үшін осы антибиотиктер арқылы емдейміз, және де симптоматикалық. Мысал ретінде риносинусит болса, онда қабынуға қарсы дәрілер береміз. Одан кейін бас ауруын қойдыртатын обезболивающий дәрілер береміз. Одан кейін температураны түсіретін дәрілерді беріп, осылай науқасты емдесек болады. Мына жақта енді бізде менингокок. Енді бұның пішініне келетін болсақ, енді бұл коктар
жатқаннан кейін бұның бізде шар пішінді болады. Соның ішінде кофе дәні тәрізді болып келеді. Одан кейін бұлар ұсақ диплококтар болып табылады. Одан кейін бұлар грамм бойынша боялу, әрине грамм теріс. Жаңа айттық бізде гонокок пен менингокок грамм теріс деп. Бұның себебі жаңағы пептидогликан қабаты бір-бірімен онша емес байланысқаннан бұлар солай жаңағы фиолетовый түсті өздеріне сақтап қала алмайды. Одан кейін екіншісі қозғалуы. Бұларда бізде тек қана пилилері болады. Одан кейін бұлар ешқандай да спораны түзбейді. Бұлардың капсуласының болуы тек қана микрокапсула болатын болады. Одан кейін тыныс алуына келетін болсақ, бұлар бізде нағыз аэробтар болып келеді. Яғни ауа жоқ жерде олар өмір сүре алмайды. Былай айтқанда оттегімен тыныс алады. Жұғу жолдарына келетін болсақ, жалпы бұлар ауа тамшылы арқылы жұғады, одан кейін контакт арқылы жұғады. Олардың ену қақпасына келетін болсақ, тыныс алу жолдары. Жалпы мына менингококты білеміз, тыныс алу жолдары арқылы енеді. Бұның ферменттеріне келетін болсақ, глюкозаны, мальтозаны ыдырататын ферменттері бар, каталаза деген фермент бар, цитохром оксидаза деген фермент бар, индол бар, және де бұлар бізде H2S-ті түзбейді. Бұны кейін жаңағы келесі сабақтарда не үшін маңызды екенін түсіндіріп кететін боламын. Арнайы бізде жаңағы практикалық жұмыстар бар. Сол кезде кейбір бізде бактериялар H2S-ті түзе алады, ал кейбір бактериялар түзе алмайды. Мысалы ретінде менингокок түзбейді. Бұлардың антигендеріне келетін болсақ, ABCD, одан кейін XYZW деген антигендері болады. Бұл антигендер не үшін білуіміз керек? Жалпы апайлар бұны часто сұрап жатады. Одан кейін бұлар жаңағы антиденемен бірге қосылған кезде осы антигендерді біз анықтай арқылы, біз жалпы осы менингококты тоже ИФТ арқылы экспресс тест жасай алатын боламыз. Бұлардың ортада өсуіне келетін болсақ, бұлар қой немесе жылқы қаны бар ортада өседі. Себебі бұлар естеріне болса бетта гемолиздік колониялар түзілетін болады. Себебі бұлар жаңағы қан элементтерін ыдыратып солармен қоректене алады. Және де біз жалпы менингококқа нағыз диагноз қою үшін біз бұларды рисомицин қосылған ортаға өсіретін боламыз. Себебі бүкіл бактериялар рисомицинға төзімді емес, бірақтан осы тек қана менингокок рисомицинға төзімді. Оны біз не үшін жасап жатырмыз? Себебі біз жаңағы ортада өсірген кезде оның қасында басқа да бактериялар өсіп кетуі мүмкін. Бірақтан егер де біз осы рисомицинді қосатын болсақ, онда керек емес бактерияларды біз өлтіріп тастайтын боламыз. Себебі жалпы ауада осы әртүрлі бактериялар ұшып жүруі мүмкін. Енді бұның патогенетикалық факторларына келетін болсақ, патогендік факторларына бұның бізде капсулалар бар. Осы капсуласы, жаңа айттық, біз именно микрокапсуланы түсілді. Осы микрокапсула арқылы жаңағы адамдарға бекіну алуы мүмкін. Одан кейін екіншісі, бұлар бізде каталаза ферменті бар. Яғни осы каталаза ферменті арқылы нейтрофильдердің ішіндегі фагосом органоидына қарсы тұра алады. Енді сұрақ туындауы мүмкін, не үшін мысалы ретінде менингокок ағзаға түсті, және де неге келіп оны біздің иммунитет жасушаларымыздың өлтіре алмайды деген сияқты. Себебі көріп тұрғандай, бұл жақта каталаза деген оружиясы бар екен, осы каталаза деген оружиямен иммунитетті жасушаларды өлтіріп тастайтын болады. И осылайша біздің иммунитетіміз менингококқа қарсы слабый болуы мүмкін. Одан кейін иммуноглобулин А деген бар. Жалпы иммуноглобулин А деген бұл жаңағы көптеген шырышты қабаттарда болады. Осы шырышты қабаттарда ең бірінші осы иммуноглобулин А осы менингококты тану керек еді. Біз жаңа айттық, жалпы мына менингокок ол ену қақпасы тыныс алу жолдары деп, сол тыныс алу жолдарының кислейкейлі қабатында иммуноглобулин А соны алып, оны өлтіру керек еді. Бірақтан көріп тұрғандай тағы да бізде менингококта бізде оружиясы бар екен. Бұның аты иммуноглобулин А протеазы. Осы оружиясымен бұл жаңағы иммунитеттің жасушаларын өлтіре алады. Яғни иммуно антиденелерді өлтіре алады. Осылайша иммунитетіміз тоже менингококқа слабый болып келеді. Одан кейін фактор H ингибитор деген бар. Бұл жақта бізде альтернативті комплемент жүйесінен қаша алады. Яғни комплемент жүйесін іске қосыла алмайды. Одан кейін бұларда бізде либо-олигосахарид деген бар. Бұлар жаңағы артериялық қан қысымын төмендетіп,
гипоперфузияға алып келеді. Яғни егер де мынау бактериялар қанға түсетін болса, онда олар жаңағы иммунды жауапты шақырып қан тамырларын кеңейтіп жібереді. Егер де қан тамырлары кеңейетін болса, онда бізде артериялық қан қысымы төмендейтін болады. Артериялық қан қысымы төмендесе, онда бізде қан ағысымыз баяу болады. Қан ағысы баяу болса, онда бізде гипоперфузия орын алатын болады. Енді жалпы міне бізде жаңағы патогенетикалық факторлардың әрқайсысын айтып шықтық. Енді міне жаңағы менингококк ол бізде мынау мұрын жұтқыншаққа енді деп айтайық. Одан кейін ең бірінші бұлар иммуноглобулин А мен бірге кездесетін болады. Сол кезде иммуноглобулин А протеаза деген ферментімен иммуноглобулин Аларды ыдыратып тастайды. Онан кейін олар ары қарай енді ағзаға. Сол кезде біздің иммунитетіміз оянады. Оппа, маған бөгде зат кірді. Давай нейтрофильдер, сендер бактерияға қарсысыңдар ғой. Соларға сендер жақсы тұра аласыңдар дейді. Онан кейін мынаяқтан нейтрофильдер келеді. Нейтрофильдерді бұлар жаңағы каталаза деген ферментімен фагосомаға қарсы тұра алады. Яғни фагосома болмаса, онда нейтрофиль ол бактерияны өлтіре алмайды. Осылайша олар ары қарай кете береді. Онан кейін мына біздегі мынау менингококктар уже мұрын, ауыз, жұтқыншақ сілекейлі қабаттарына еніп, ары қарай мына қандарға кетті. Қанда жаңағы липоолигосахарид арқылы артериялық қан қысымын төмендетіп жібереді, осылайша гипоперфузия алып келеді. Бұны жаңа түсіндіріп бердім. Осылайша ары қарай сепсис дамып, бүкіл ағзалардың жеткіліксіздігі дамиды. Себебі гипоперфузия мына бүкіл жүйелі түрде әсер етеді. Мысалы, бауыр болса, бауырға қан жетпей жатыр. Себебі біз артериялық қан қысымы төмендегеннен қан ағысы баяулап қалды. Одан кейін жаңағы H фактор арқылы көптеген иммунитеттен қашып жүрді. Одан кейін жақта мына менингококцемияға алып келеді. Себебі олар жаңағы қанды ыдырата алады, сындыра алады, то есть өлтіре алады. Осылайша бұл менингококцемия кезінде мынау эритроциттер мына кожа қарай шығып кетеді, осындайша бізде бөртпелер пайда болады. Одан кейін эндотелий зақымдалатын болса, бұл енді ең ауыр түрі. Себебі менингококктың ең опасныйы ол миға қарай өтіп кетуі. Егер де осы менингококктар эндотелийді зақымдай алатын болса, өзінің әртүрлі жаңағы ферменттермен, онда бізде гематоэнцефалды барьеріміз өз қызметін атқара алмайды. Осылайша олар миға өтеді, миға барып менингит алып келеді. Ал менингит ол адамды өлтіріп жіберуі мүмкін. Одан кейін бұлар бізде шашыраңқы қан ұю синдромын алып келуі мүмкін. Яғни бір жақтарда бізде қан кетіп жатады, ал бір жақтарда қан ұйып жатады. Осылайша бүйрек үсті безіне әсер ететін болса, онда бізде гормондардың синтезі төмендейді. Жалпы осындаймен бізде менингококк опасный болып табылады. Енді бұның екі түрі бар. Біріншісі бұл жаңағы біз шұғыл жағдайда тез менингитті анықтауымыз керек. Себебі бұл жаңа көріп тұрғандай, сразу бірден барып миды зақымдамайды, ол басқа да органдар зақымдалып жүруі мүмкін. Себебі ену қақпасы тыныс алу жолдары. Мысалы, сол тыныс алу жолдарын зақымдап жүруі мүмкін. Енді бізге пациент келіп отыр. Біз пациентқа келіп, сразу жедел түрде жаңағы ИФР-ға жіберсек болады. Сол ИФР арқылы біз диагнозды анықтап, солай диагноз қойылатын боламыз. Бірақтан ИФР-дің жеткіліксіздіктері бар. Ол мысал ретінде нақты болмауы мүмкін. Одан кейін біз жаңағы менингококктың именно қандай түрін екенін анықтай алмаймыз. Одан кейін жалпы мынау науқаста осы менингококк қандай антибиотиктерға төзімді екенін біле алмаймыз. Сол үшін көбінесе ИФР-ға жер жатады, әрине, енді адамды өлтіріп қоймау үшін. Бірақтан бізде тағы да басқа түрлері бар. Ол мысал ретінде бізге пациент келді менингококкпен, ол пациентті менингококцемия. Егер де соны менингококцемия анықталатын болса, онда біз именно зерттеу материалы ретінде қанды аламыз. Осылайша біз қантты сорпаға саламыз и ары қарай жаңағы сарысулы агарға саламыз. Одан кейін бұны грамм бойынша бояймыз. Грамм бойынша не үшін бояймыз? Мақсаты микроскопиялық зерттеу. Яғни жаңағы біз айттық, бұлар бізде кофе, дәні, түйір тәрізді, одан кейін ұсақ диплококктар түрінде болады деп. Сол үшін біз нақты диагнозды анықтай аламыз. Одан кейін біз колонияны қиғаш ағарға саламыз. Қиғаш ағарға не үшін салады? Жалпы мынау жаңағы
грамм бойынша бояу, одан кейін қиғаш агарға салу дегендердің барлығын біз неде өткен болатынбыз, жалпы микробиологияда. Бірақтан просто қазір мен ең сутін ғана айтып кетейін. Біз қиғаш агарға саламыз, чтобы бактерияның санын көбейтіп алу үшін. Бактерияның санын не үшін көбейтіп алып жатырмыз? Себебі бұны ары қарай біз зерттеуге өте ыңғайлы болып келеді. Осылайша қиғаш агарға салдық. Одан кейін қиғаш агардан жаңағы А, Б, С сарысумен агглютинация процесін жүргізіп, диагнозды нақтылаймыз. Именно қандай түрі екен, точно менингококк па деген сияқты. Одан кейін осы қиғаш агардағы колонияны біз антибиотиктерге сезімталдықты анықтасақ болады. Ал егерде науқаста нозофарингит болатын болса, онда біз пока что нозофарингит кезінде бактерия әлі қанға түсуі екіталай. Сол үшін біз қанды алмаймыз. Бұл жақта біз мұрын жұтқыншақ шайындысын аламыз. Себебі сол жақта бізде точно бактерия бар деген сөз. Осы бактериясын алып, жаңағы ристомицин қосылған сарысулы агарға саламыз. Не үшін ристомицинді салатын туралы жаңа айтып кеттім. Себебі басқа бактериялар ристомицинға төзімсіз, ал тек қана менингококк төзімді. Сол арқылы біз менингококкты өсіріп шыға аламыз өзіміздің ортамызда. Одан кейін өсіп шыққан колонияны грамм бойынша бояп, дәл жаңағы махинациялар жасайтын боламыз. Сол үшін бізге маңызды. Егерде науқаста менингококкемия болатын болса, онда бактериялар именно қанда жүр. Сол үшін біз қанды аламыз. Ал егерде науқаста нозофарингит болса, онда біз мұрын жұтқыншақ шайындысын алатын боламыз. Келесі бұл бізде гонококк. Бұның морфологиясы дәл жаңағы менингококкқа ұқсайды. Бұлар да бізде грамм теріс болып боялады. Бұлар тоже морфологиясы почти один в один. Яғни тек қана пилии бар, спораны түзбейді и микрокапсуланы түзеді. Бұлар да бізде аэробтарға жатады. Одан кейін бұлар жаңағы жыныстық жолмен жұғатын болады. Енді жыныстық жолмен жұғатын болса, енді ары қарай түсінікті. Сол жаңағы жыныстың органдары арқылы жұғатын болады. Одан кейін бұларда бізде жаңағы ферменттерінен каталаза деген ферменті бар. И осы әртүрлі соматикалық және капсулалық антигендер болады, липополисахаридтері болады, пилилер болады, және де сыртқы мембранадағы ақуыздары осы антигеннің қызметін атқаратын болады. Бұларда бізде көмірсу, қан, одан кейін сарысу, ацет сұйықтығы бар арнайы ортада біз өсіретін боламыз. Енді бұлардың патогенезіне келетін болсақ, пилиндегі ақпаратты осы пилий болады. Осы пилийдегі ақпараттарды әрқашан былай өзгертіп жүру арқылы бұл иммунитеттің жасушалары оны бөгде зат ретінде танымайды, яғни осылайша иммунитеттен қаша алатын болады. Одан кейін екіншісі иммуноглобулин А протеаза бар, яғни дәл жаңағы менингококк сияқты иммуноглобулин А-ны жоя алады. Одан кейін каталаза арқылы то же самый нейтрофильдердің фагосомасынан қашып иммунитеттен қаша алатын болады. ЛПС арқылы артериялық қан қысымын төмендетіп сепсис қалып келуі мүмкін, ал сиялық қышқылмен иммундық жүйеден тығыла алады. Одан кейін енді сұрақ туындауы мүмкін. Егер де бұның морфологиясы дәл жаңағы менингококкқа ұқсайтын болса, онда бұл екеуін қалай бір-бірінен ажырата аламыз деген сияқты. Ажырата аламыз, себебі менингококктағы симптомдар вообще басқаша, ал гонококкта симптомдар вообще басқаша. Сол үшін біз оларды бір-бірінен оңай ажырата алатын боламыз. Енді бұлар бізде жаңағы патогенезіне келетін болсақ. Осы жаңағы патогендік факторлармен еркектерде бізде уретрит қалып келеді, простатит қалып келеді, эпидемит қалып келеді. Ал әйелдерде то же самый жаңағы уретрит қалып келеді, вагинит қалып келеді, мүмкін сервисит қалып келеді. Былай айтқанда, жыныстың ағзаларын зақымдайтын болады. Жалпы бізде осы коктар біз осымен аяқтайтын боламыз. Енді мына жақта біз неге тоқталайық? Не нәрсені біз талдамадық? Енді мына жақта мен мынау екі тақырыпқа конспектіні қалдырып кететін боламын. Енді мына жақта бізде стафилококктардың патогенді ферменттерін зерттеуі бар. Енді бұны біз не үшін жасаймыз? Себебі бізде стафилококктың көптеген түрлері болады. Ол мысалы ретінде жаңағы эпидермис болуы мүмкін, пиогенез болуы мүмкін. Бірақтан бұлардың патогенділігі ауру сияқты өте жоғары емес. Сол үшін егерде біз жаңағы науқастан стафилококкты тауып тұрмыз, микроскоптан көріп,
Енді біз нақты оның түрін анықтау үшін біз мына жақтағы гиалуриндаза мен плазмакоагулязаға біз тест жасайтын боламыз. Бұл жақта жаңағы гиалуриндаза ферментін анықтау кезінде біз кіндік бауды салатын боламыз. Себебі бұл жақта жаңағы гиалин болады. Осы кіндік бауын саламыз и жаңағы бактерияның таза дақылын салдық. Жаңа біз қиғашағырды әбден өсіріп алдық қой. Одан кейін 15-20 минутқа инкубациялап қоямыз. Одан кейін біз сірке қышқылын қосатын боламыз. Енді гиалуриндазада бізде 10 болу үшін бұл жақта бізде мынандай тұнба түзілу керек. Мұны түбіне қарайтын болсақ, мынандай жақта бізде тұнба тұр. Бұл тұнба бізге не нәрсені береді? Мұнда бұл жақтағы именно стафилококктың ауреус деген түрі деген сөз. Себебі басқа түрлерінде бізде гиалуриндаза деген ферменті болмайды. Осылайша біз именно науқаста стафилококктың ең ауыр түрі екенін біле алдық. Осыған байланысты біз шұғыл жағдайда әртүрлі терапияны қолданатын боламыз. Енді ауреустың тағы да бір ферменті бар, ол плазмакоагуляза. Яғни фибриногеннен фибрин жасап, одан тұнба түзетін болады. Бұл жақта біз жаңағы микронизм дақылын 0,5 мл қоянның қан плазмасы бар пробиркаға енгіземіз. Одан кейін 37 градуста термостатқа 3 сағатқа салып қоямыз. Одан кейін 3 сағаттан кейін шығарып, оны бөлме температурасында 18-20 сағат сақтайтын боламыз. Сол кезде, егерде бізде стафилококк ауреустың именно ауреус түрі болатын болса, онда бұл жақта бізде реакция 10 болып табылады. Яғни ұйынды пайда болады. Яғни фибрин дегеніміз ол тұнба деген сөз. То есть тромб деген сөз. Фибриногеннен фибрин жасап тұр. Соған байланысты мына жақта тоже бізде тромбтар болатын болады. Ал егерде бұл мысал ретінде бізде жаңағы допустим эпидермис түрі болатын болса, яғни именно ауреус емес басқа түрі болатын болса, онда бұл жақта бізде мына жақта плазма сұйық түрінде ешқандай да тұнбалар болмайтын еді. Онда біз 100% айта аламыз, науқаста ешқандай да ауреус жоқ деген сияқты. Жалпы тесттің мағынасы осында.